Бүгін Астанада Экспо 2017 ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Талғат Ермегияевтің ісі бойынша айыпталған алғашқы 12 адамға сот үкімі шықты. Кінәлілерге қандай жаза кесілгенін процеске қатысқан тілшіміз Бақтияр Хамит баяндап береді. Жаңа ғана қылмыстық істер бойынша Астана қаласының мамандандырылған ауданаралық сотында Талғат Ермегияевтің ісі бойынша айыпталушы ретінде өтіп жатқан 12 адамға қатысты сот үкімі шығарылды. Бір айта кетерлігі, бұл 12 адам прокурорлармен келісімге барып, өз кінәләрін толық мойындағандар. Олардың қатарында Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясында басқарушы қызмет атқарған Қажымұрат Үсенов те бар. Усенова Қажымұраты Қантаевича признать виновным. Сот Үсенов Қажымұратты кінәлі деп танып, 2 жыл бас бостандығынан айыру жазасына кеседі. Қылмыстық жолмен келген қаржысымен сол қаржыға алған бар мүлкі тәркіленеді. Жазасын жалпы режимдегі түзеу колониясында өтейді. Қамауға сот залынан алынсын. И назначить по ним наказание. Қажымұрат Үсеновтен өзге тағы 4 адам түрлі мерзімдерге бас бостандықтарынан айырылып, олар жазаларын жалпы режимдегі түзету колонияларында өтейтін болады. Тағы бір адам бостандығынан шартты түрде айырылды. Қалған 6 адамға ірі мөлшерде айыппұл салынды, және 12 айыпталушының барлығы мемлекеттік қызметке немесе коммерциялық құрылымдарға басшылық ету құқығынан мәңгілікке айырылды. Кейбір айыпталушылардың қорғаушылары сот үкіміне наразылық танытып, шағым түсіретіндерін айтып жатты. Конечно же, мы не согласны с этим и будем обжаловать. Айта кетейік, бұл іс бойынша жалпы 23 адам айыпталушы ретінде қаралып жатса, жаңа ғана айтып кеткендей, олардың 12-сіне қатысты сот үкімі шықты. Енді қалған 11-і, олардың қатарында Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Талғат Ермегияев та бар. Оларға қатысты сот үкімі ертең сағат 16:30-дарда шығарылады деп күтілуде. Бақтияр Хамит, Абдулла Исаев, хабар.